Сәлеметсіңдер ме оқушылар, сабағымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз болашақтың мамандықтары. Жалпы болашақтың мамандықтары дегеніміз не? Бұл алдағы 15-20 жылдың ішінде пайда болатын бірнеше саланың тоғысында тұрған мамандықтар екен. Мысалы, жүк тасымалдайтын машинаны жүргізушісіз, ұшқышсыз көліктер алмастырады екен. Яғни адамдар бұндай көліктерді ойлап табады, оларға күтім жасайды, оларды басқарады екен. Міне, тарихқа үңілетін болсақ, бізге дейін жетпей қалған бірнеше мамандықтар бар екен. Соның бірі, мысалға, будильник деген мамандықта болған екен. Қарап отырсаңдар, бізге қазір бұл мамандықтың аса қажеті жоқ. Өзіміздің телефонымызда, сағаттарымызда будильниктер орнатылған. Ал бұрын осы мамандық аса қажет болған маман иелері, осындай маман иелері көше-көше бойын аралап, адамдарды оятып жүрген екен. Сондай мамандықтардың бірі телефонист деген мамандықта болған екен. Яғни бір адаммен екінші адамды байланыстырып отырған екен. Міне, осындай мамандықтар бізге жетпей қалған түрлі мамандық иелері болған екен. Ал енді болашақтың мамандығын қазірден бақылаудың маңызы қандай? Егер біз болашақтың мамандықтарын қазірден игеруге талпынбасақ, ертең бізді роботтар менен жасанды интеллекттер басқарады екен, орнымызды алмастырады екен. Осындай статистикалық мәліметтерге сүйенсек, әлемде 75 миллионнан астам адам жұмыссыз қалуы мүмкін екен. Яғни роботтар алдағы 15-20 жылдың ішінде барлық жұмыстың жартысын атқарады деген болжамда бар. Сонымен қатар жұмысшылардың 53% алдағы 10 жылда олардың жұмысы айтарлықтай өзгереді, ескіреді екен. Ал 77% адамдар өзінің кәсібін өзгертіп, қайта даярлануға жіберіледі екен. Ал енді бүгінгі сабақта біз мамандықты 3 топқа бөліп қарастырып отырмыз. Бұл болашақтың мамандықтары, өзгеретін мамандықтар және жойылатын мамандықтар деп 3-ке бөліп алдық. Мәселен, дәрігерлер менен мұғалімдерді алатын болсақ, бұл мамандықтар өз қалпын қанша жыл өтсе де сақтап қалатын мамандықтар екен. Әрине, оқыту жүйелері, емдеу әдістері өзгеріске ұшырауы мүмкін, ал мамандық өз қалпында қалады. Ал бухгалтер мамандығын алатын болсақ, техникалық жағынан өзгеріске ұшырай отырып, алдағы уақытта жойылу үстінде тұрған мамандық екен. Ал енді 2030 жылға дейін пайда болуы мүмкін мамандықтарды атап өтейік. Бұлар онлайн терапевттер, инженер-генетик, медициналық роботтардың операторы, биофармаколог, жасыл қала сәулетшісі, тайм-менеджер, медиа-полиция маманы, ғарыштық туризм саласының гиді, кен өндіру саласының эко-сарапшысы сынды мамандықтар пайда болады екен. Ал енді міне өздеріңе көрініп тұр, туризм саласында қанша мамандық өзгеріске ұшырайтындығы, жойылатындығы, міне осы мәліметтерге сүйеніп, өзіңнің таңдап отырған мамандығыңды зерттеуіне де болады екен. Өйткені қазіргі таңда еңбек нарығыменен байланыса отырып, бізде Қазақстанда жаңа мамандықтар атласы ойлап шығарылды. Бұл тұста әзірге зерттеуге алынған ауыл шаруашылығы, IT саласы, туризм саласы, осы салалар бойынша зерттеулер жасалынды, қандай мамандықтар өзгеріске ұшырайды, қай мамандықтар жойылады. Міне, күрделі зерттеулердің нәтижесінде қазіргі таңда қолжетімді бұл ақпараттар. Енді жойылатын мамандықтарға тоқталайық. Жойылатын мамандықты білуімізде өте маңызды, себебі таңдап отырған мамандығыңды алдағы уақытта ол қазіргі таңда сұранысы аз, бірақ 4-5 жылда тіпті қолданыстан алынып тасталуы да ғажап емес. Сондықтан да жойылатын мамандықтар бұлар колл-центр орталығының диспетчерлері,
күзетшілер, экскурсовод гидтер, аудармашылар, бухгалтерлер деп жатырмыз, несие жөніндегі менеджерлер, мемлекеттік қызмет операторлары, қарапайым тілмен айтқанда сондағы мамандар, тігіншілер, почта қызметкерлері, кассирлер, турагенттер, риэлторлар. Міне осы мамандықтар алдағы уақытта жойылады деп күтілуде. Міне, құрметті оқушылар, қорыта келгенде жаппай автоматтандыру мен роботтардың иелігіне адамның физикалық күші қажет етілетін мамандықтар ғана ауыстырылады екен. Ал біздің мынау шығармашылық, білім, зерттеу, саралау сынды мамандықтар бұл адамның өзінің меншігінде қала бермек. Яғни жоғарыда айтып өткен роботтандыру саласындағы мамандықтарға да адамның қажеттілігі жоқ деген сөз емес. Әрине, адам да ол роботтарды басқарып отыруы қажет. Сол себепті міне болашақта мамандықтарына зерттеу жүргізу, оларды білу, оған сай жаңашылдыққа бейімделе алу бізге өте маңызды екен, оқушылар. Ендеше түлектер ізденуден, зерттеуден жалықпайтын, жаңашылдыққа бейімделе алу қабілеті өздерінің бойларында да жақсы дамығаны маңызды екен. Міне бүгінгі сабағымызды осымен тәмамдаймыз. Сау болыңдар.